Бұл деген түйенің жүні. Бұны осылай түтеміз. Жүм-жүмсақ майда қылып. Сосын қазір оны иіремін. Қызым, мына ұршықты маған бүйтіп жүнді ұстаймыз. Сосын ұршықты бүйтіп иіреміз. Домбыра тартыласың ба? Қазақты ұстығаспағы, домбыра деген үйде ілеу тұру керек өксе. Қамысымен. Аяғыдан келетқан перделері. Бұл деген құрақ, қызым. Енді көрпе қылып бұны тігу керек, құрастырып, әдемі қылып, былай қосып. Оны мына машинамен, іс машинамен тігеміз. Жайлап бір-бірде бүйтіп ұстап. Сен кішкене өсесің, сосын саған бәрінде үйретемін, иә? Бұда көрпе дөңгелек. Бұны қазақ оюы бар, өрнек көрдің бе? Қошқар мүйіз, мынау деген. Мынау деген жұлдыз. Көрпе. Қошқар мүйіз, е? Мына сенің бас киіміңде де бар, кәжекейіңде де бар, әдемі. Қазақ ұлтымыздың дәстүрі баяғыдан әжелерден келе жатқан бұл деген. Осындай әжелер осы уақытқа дейін осындай тіккен. Енді мен де осыны тігіп жүрмін. Келешекте сені де үйретем, жақсылап те, көзім көргенше. Қызым, міне көрдің бе? Бұл ұршықты да үйренесің. Сосын тоқимыз нәскей. Сенің аяғыңа тоқимыз, папаға тоқимыз. Жүн нәскейден. Е? Қазақи білезік. Мынау сақина. Мынау күміс сақина. Ертең сен өсесің, саған берем осыны.